тағдыр дейміз. Бірақ ол кімдікі? Өз қолымызда ма? Әлде біз біреудің ойыншығымыз ба? Ілияс Жансүгіров шындықты шырылдатып айтқан қаламгер. Ал қуыршақ оның ащы шындығы, азапты жан айқайы. Қоғам үнсіз қалғанда зұлымдық заңдылыққа айналады. Бір кездері Ілияс Жансүгіров сол үнсіздікті жарып шыққан. Қуыршақ пьесасы тек көркем туынды емес, елдің жарасын ашқан өткір шындық. Бұл қыздың тағдыры саудаға түскен, ар ақшамен алмасқан, адам затқа айналған қоғам бейнесі. Қатша өзі қалаған тағдырдың емес, өзге шешкен өмір жолының иесі. Ағасы оны бір күні құтқарып алады. Қуаныш, үміт, Қатшаның көзінен нұр шашқан сәуле көрінеді. Бірақ сол сәуле ұзаққа бармайды. Көп замай әлгі адамдар қайта оралады. Ақша шешімнің тарасын айналады. Қатша тағы да сатылып кетеді. Бұл жолы ең жақыны ағасының қолымен. Көңілге түскен көлеңке енді қайтып кетпейтіндей ауыр. Бұның бәрі де бүгінгі қоғамның көлеңкесінде әлі де кездесіп жүрген трагедиялар. Ілиястың қуыршағы өткеннің ғана емес, бүгінгі күннің де шындығы. Қыз тағдыры әлі де қорғалу керек. Қыз зары ойыншық емес, ол қоғамның ары. Егер біз үнсіз қалсақ, тағдырлар тағы да сатылар. Тағы да бір Қатша аға қолынан өз тағдырын жоғалтар. Қыз бала ұлттың ұяты дейтін едік. Бірақ ұятты сатқан кім? Қорғаудың орнына қор еткен кім? Жауап пьесада, жауап өзімізде. Қатша бір ғана кейіпкер емес, ол мыңдаған қыздың тағдырын арқалаған образ. Ол сатқындықтың көзі, ол шындықтың дауысы. Қоғам қызды емес, пайдасын қорғайтын болса, болашақ та қуыршаққа айналады. Қуыршақ пьесасы заманның айнасы ғана емес, жүрекке түскен жара. Ілиястың қаламынан шыққан дауылдай дүр сілкінтер үндеу. Оян қоғам, оян адамзат.